Қайырлы таң, көрермен. Күндеріңіз шуақты сәттілікке толы болсын. TikTok әлемі бұл жолы бізді қандай қызықты жаңалықтармен таңғалдырады екен? Кеше TikTok желісіне кірсем, мына балақай бір нәрсені бүлдіріпті. Содан соң анасы мүлдем көрмейтін жерге тығылып қалыпты. Балақай, сен анаңнан олай тығыламын, қашамын деп мүлде ойлаушы болма. Түбінде бәрібір ұсталып қаласың. Ұсталсақ ұсталармыз. Көп болса бір кешірім сұраймыз ғой. Одан да адамның көңілін қалай табу керек екенін мына ағаларынан сұрағаның жөн сияқты. Куратор деген сөздің грек тілінен аударғанда мағынасы өте студенттеріне жақын адам деген сөз ғой, білесіз ба? Ал сүйікті куратор деген сөздің франция тілінен аударғанда жан сая деген сөз шығады екен ғой қазақ тілінде. Бұл не деген керемет деп қалдым, бұны қарап. Айтпақшы, елордалық робот Похож көпшіліктің жүрегін өзінің жылы сөздерімен жаулауда. Бірі оның көшет тұрғындарымен тілдескеніне тамсанса, бірі тіптен шошып жатты. Ал сіздердің араларыңызда Похожпен танысқан адамдар бар ма? Ассалаумалейкум. Қалай? Жақсы ма бәрі? Бәрі жақсы, тамаша. Жұмыс қалай? Әйтеуір жайлап жүріп жатқан жұмыс тамаша. Жақсы. Күш көп болсын. Рахмет, жолыңыз болсын. Рахмет, сізге де. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалай? Пойдет. Пойдет? Қыдырып жүрмін. Қорықпаңыздар, Похож шапандарыңызды шешіп алып қалмайды. Шапан демекші, біздің ұлттық киімдерімізді әлемнің танымал адамдары кие бастады. Олар шамасы генамыздан үлгі алып жүрген сияқты. Негізі біз шапанды тек тойда ғана киеміз ғой. Ал атамыз бұл жолы шапан емес, костюм кигенді жөн көрген сияқты. Енді 2 жас, бақыттарыңыз баянды болсын. Осы аптада менің назарыма іліккен видеолар топтамасы осындай. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, тұра тұрыңыздар. Бауыржан аға, Перизат, орындарыңыздан тұрсаңыздаршы. Бір TikTok билеп қоштаспадық па?